Басқа пәле тілден. Ертеде бір данышпан болыпты. Оның 3 ұлы, бір қызы бар екен. Қызы да, ұлы да ақылды болып өсіпті. Айдан ай, жылдан жыл өтті. Әкесі әбден қартайды. Күндердің бір күнінде шал ұйықтай алмай дөңбекши береді. Мұны сезген кемпірі мен қызы: "Сізге не болды? Bir жеріңіз ауырып жүр ме? Әлде алыста жүрген ұлдарыңызды сағынып жүрсіз бе?" дейді. "Иә, сағындым. Bir арманым ішімде кетіп барады", деді. Қызы әкесінің алдына келіп: "Арманыңызды айтыңыз, мүмкін көмегім тиіп қалар", деді. Шал айтты: "Еш құпия жоқ. 3 ұлымның 3-еуі де ақылды. Сонда да біреуінің ақылы артығырақ болуға тиіс. Соны білу арманым", деді. Қызы сәл ойланып: "Ой, ата, осыған да қиналасыз ба? Қыдырып барып балаларыңызды сынап келіңіз", деп қыз бен кемпір жол қамына кірісті. Азығын, сусынын дайындап, атын ерттеп беріп жолға салып жіберіпті. Аз жүрді ме, көп жүрді ме, кім білсін, бір күні үлкен ұлына жетті. Баласы зор құрметпен қарсы алып, қолынан келгенінше сыйлайды. 2-3 күн жатып мауқын басып, 4-ші күні қайтпақшы болады. Баласы тағы да қой алдырып сойғызады. Тамақ піседі. Етін қазаннан түсіріп қойып, нанын салып жатқанда шал баласына қарап: "Қарағым, ана етіңнің жақсы жерінен бір кесіп берші", деді. Ұлы "Жақсы", деді де, "Дәу де болса санның еті шығар", деп сан етін кесіп береді. Шал аздап ауыз тиіп қойып қояды. "Балам, енді жаман жерінен бір кесіп берші", деді. "Еттің де жаман жері бола ма?" деп ұлы сәл ойланып тұрып: "Жаман жері дегені тіс өтпейтін сіңір шығар", деп сіңірден кесіп береді. Сіңірді алып аздап ауыз тиді. Артынша тамақ та келді. Тамағын жеп, сыйына риза болып, ел-жұртпен баласымен қоштасып қайтады. Данышпан жүріп отырып 2-ші ұлына келді. Ортаншы ұлы да зор құрметпен қарсы алып сыйлайды. Әкесі қайтар күні үлкен ұлға қойған сауалын қояды. 2-ші ұлы да 1-ші ұлының істегенін қайталайды. 2-ші ұлына да риза болып қайтты. Кезек 3-ші ұлға келді. 3-ші ұлы зор құрмет көрсетіп қарсы алып сыйлайды. Қайтар күні 2 ұлына қойған сауалын кіші ұлына да қояды. Сонда кіші ұлы: "Мұнда бір сыр бар шығар", деп ойлайды. Сосын бастың тілінен кесіп береді. "Балам, енді жаман жерінен кесіп берші", дейді. Баласы тағы да тілден кесіп береді. Сонда әкесі тұрып: "Балам, мұның қалай? Жақсы жерінен кесіп бер десем, тілінен кесіп бердің. Жаман жерінен кесіп бер десем, тағы да тілден кесіп бердің", дейді. Сонда баласы: "Ой, атай, сіздің сынап отырғаныңызды біліп тұрмын. Жақсы да, жаман да, ұрыс та, керіс те, өсек те, бәрі де осы тілден шығады. 2 елі ауызға 4 елі қақпақ керек. Әр адам өз тіліне сақ болса, еш уақытта ұрыс-керіс болмас еді. Басқа пәле тілден", депті. Қарт 3-ші ұлының ақылдылығына өте риза болып еліне қайтты.